Жақсы қайырлы күн достар. 2 күн демалыстан кейін сабағымызды ары жалғастырамыз. 29-шы сұрақ. Қазақ тілі жататын тіл семьясы. Жауаптарды қарайық. Қойсан, Алтай, Андаман, Үнді Еуропалық, Афразиялық, Орал, Қытай, Тибет, Паратай деген жауаптарды қойған екен. Жалпы енді тіл семьясы дегеніміз не деген дүниеге тоқталайық. Енді тіл семьялары енді түсінікті ғой. Бірнеше тілдер ұқсас, сол тілдерді бір топқа жинаған, сол топтар бірігіп семьяларды құрайды. Енді қарайық, жалпы терминология анықтамасын берейік. Тілдердің генеалогиялық топтастырылуы, тілдердің туыстығына, шығу тегіне, тарихи даму жағдайларының орталықтарына қарай топтастыру. Олардың әріптері ұқсауы мүмкін, сөздері ұқсауы мүмкін, грамматикалық жүйелері ұқсауы мүмкін деген секілді дүние. Енді жалпы ірі семьямен 60-қа жуық топтар бар. Солардың ішіндегі басты топтар міне Үнді Еуропа, Кавказ, Семит, Хамид, Банту, Бантой, Орал, Алтай, Қытай, Тибет деген секілді. Енді осы тіл семьяларының ішінде қазақ тілі қайсысына жатады деген сұраққа жауап беру керекпіз. Қазір міне мынау жалпы фотоға скрин жасап алсаңыздар болады. Жалпы тіл семьяларын өйтіп бөлген. Сосын оқшау тілдер бар біздерде. Жапон, Корей, Айн, Баск, яғни олар өзге бір тілге не істемейді, ұқсамайды. Демек, олар ұқсас тілде жоқ деген сөз ғой. Енді оқшау тілдер, ол тілде сөйлеушілер тек сол ұлт, халық деген сөз. Енді қараңыздар. Тіл семьялары іштерінен топтарға бөлінеді. Оған мысал ретінде қазір мынаны көрсетсек болады. Қараңыздар. Міне, тілдік семьясы бізде тілдік семьялар деп тұр. Одан кейін топтар, мысалы, Үнді Еуропа тіл семьясы ішінде славян тобы, балтық тобы, герман тобы деген секілді дүние. Енді осының ішінде қазақ тілін іздейміз. Міне, Алтай тіл семьясы ол екіге бөлінген. Түрік тобы және моңғол тобы. Моңғол тобы не? Халқа моңғолдар, Қытай моңғолдар, қалмақтар, буряттар болса, мына түрік тобының ішінде міне қазақтар, татарлар, башқұрттар, чубаштар, қырғыздар, қаралпақ, өзбек, ұйғыр, түркмендер, яғни түркі тіл тобы. Біз түркі тілдес халықпыз деп айтамыз ғой. Міне осы. Ал жалпы тіл семьямыз Алтай тіл семьясы екен, сондықтан мынандай бір нюанс бар біздерде. Біздерге түрік тілін үйрену, мына өзбек, қырғыз тілін үйрену қатты қиындық тудырмайды. Неге? Себебі біздің сөздеріміз, сөйлеу әдептеріміз, лексикалық қыландықтарымыз бір-біріне ұқсағаннан кейін. Демек, бізде дұрыс жауап қарасаңыздар, Алтай тіл семьясы жатады екенбіз, дұрыс жауабымыз бұл нұсқасы болады. Жалпы, енді басқа да алдағы уақытта ентіға байланысты сұрақтар көбіне Үнді Еуропалыққа байланысты көп келеді. Яғни Үнді Еуропалық ішінде герман тобына жататын қайсы деген секілді. Сол үшін ана дүниені интернеттен асықпай отырып жазуларыңызға ақыл кеңес беремін. Жалпы осындай бір дүние. 29-шы сұраққа байланысты негізгі басты білу керек дүние осы. Тіл семьясы дегеніміз не? Тіл семьялар, тіл топтары қосылып, тіл семьясын құрайды. Ал топтар ішінен мана тілдерге бөлінеді ғой. Қарапайым мысал, Алтай тіл семьясы ішіне бөлінді. Моңғолдық және түріктік деп. Оның ішіне түріктік біз мана көрсеттік қой. Дәл сондай қылып көрсете бересіз. Міне. Мынау семья, топтары, оның ішіндегі тілдер. Жалпы мысал ретінде көрсетуге осы жеткілікті.